достар, мен Жұлдызбай Жаннұр, номері 20-шы Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін мектептің 8-ші В сынып оқушысы, экология тақырыбына бей-жай қарамайтын жас экоблогермін. Сіздермен маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Ақтау қаласындағы қоқыс мәселесі және оны қайта өңдеу жолдары туралы білгілеріңіз келе ме? Мұнда кеттік. Экология табиғат пен адам арасындағы тепе-теңдікті сақтайтын ғылым. Оған қалай зиян тигізіп жатқанымызды және оны қалай қорғайтынымызды зерттейді. Біздің мектепте оқушылар қоқысты сұрыптап тастауға үйреніп жатыр. Әр сыныпта арнайы жәшіктер бар. Қағазға, пластикке және тұрмыстық қалдықтарға арналған. Бұл экологиялық мәдениетті қалыптастырудың бір жолы. Бұл кішкентай қадам, бірақ үлкен өзгеріс әкелетін әрекет. Қолымдағы қоқысты арнайы контейнерге салдым. Ал енді осы контейнердегі қоқыс қайда кететінін білесіздер ме? Осы сұрақ мені көптен бері ойландырып жүр. Қоқысты сұрыптап тастау тек алғашқы қадам. Бірақ ол қоқыс қайда барады, қалай өңделеді, немесе жойылады? Осы сұрақтың жауабын білгілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Қазір біз Ақтаудағы қоқыс полигонындамыз. Бұл жерге күн сайын жүздеген көлік қоқыс тасымалдайды. Мұнда әйнек, металл және пластик қалдықтары мен тамақ қалдықтары бәрі аралас күйде жиналуда. Қарапайым тұрғында тастаған қоқыс мыңдаған жылдар бойы ыдырамай, табиғатқа зиян келтіруде. Осындай полигондар топырақты улайды, ауаға зиянды газ бөледі, ал кейбір қалдықтар жерасты суларын ластайды. Әсіресе пластиктің ыдырауына жүздеген жыл керек. Бұл экологияға тікелей қауіп. Ал мынау қайта өңдеу мекемесі. Бұл жақта пластикалық бөтелке қалдықтары қайта сұрыпталып, қайта өңделеді. 1000 рет айтқанша бір рет көрсет демекші. Енді жұмыс барысы қалай болып жатырғанын сіздерге көрсетейін. Менің қолымдағы пластик бөтелке 400 жылдан 1000 жылға дейін ыдырамайды. Мұнда пластикалық бөтелкелерді жинақтап, оны басқа қалаға жіберуге дайындалып жатыр. Мына көріп тұрғандарыңыздай құрылғы пластикалық бөтелкелердің қоқысын тазалайды. Ал енді екінші құрылғымыз пластикалық бөтелкелердің түсін ажыратады. Ал енді үшінші құрылғы пластикалық бөтелкелерді турайды. Ал төртінші құрылғыға келетін болсақ, төртінші құрылғы пластикалық бөтелкелерді жуып тазалап береді. Жуылып болып, мына құрылғы арқылы кептіріліп, бізге мынандай өнім береді. Табиғатты қорғау тек сөзбен емес, іспен де дәлелденеді. Әрқайсымыз дұрыс қадам жасасақ, Ақтау да бүкіл әлемде таза бола алады. Экологияны сақтау әр адамның парызы. Қайта өңде де қайта өмір сыйла. Табиғат саған аманат.